Сәлем достар, қазақ ютубында Кескін атты аниматорлар тобы бар, және менде осы топтың бір мүшесімін. Осы бір-екі апта бұрын мен өз тобымдағы достарыма белгісіздің үшінші бөлімін өз ойларынша, өз сюжеттерімен, өз қалауларымен жасап көріңіздер деп айтқан болатынмын. Және көбісі келісіп, белгісіздің үшінші бөлімін өз ойынша жасай бастады. Қазір мен сіздерге 7 аниматордың жұмысын көрсететін боламын. Әрбір аниматор белгісіздің үшінші бөлімін өз ойымен, өз сюжетімен жасады. Ал шайларыңызды келіңіздер, сіздерге бүгін қызық болады деген ойдамын. Айтпақшы, бүкіл осы аниматорларға тіркеліңіздер, өйткені олар өте қатты тырысты. Төменде достар осы бүкіл аниматорлардың арнасына ссылка болады. Кіріп қолдап тіркеліп кетіңіздер достар. Бірінші анимация Алёка деген аниматордан. Ал кеттік. Жіберіңдер мені, жіберіңдер, қайда алып бара жатсыңдар? Жіберіңдер деймін. Бос, мана қашып кеткен қызды алып келдім. Жіберіңдер. Ұстама мені, жібер деймін мені. Мың 1995 жыл. Мен 18-дегі студент болған едім. Сол жылы мен Аннамен кездестім. Оның қара шашы мен қызыл көйлегіне ғашық болдым. Сол күні дым ойланбастан Аннаға кездесуге шақырдым. Екеуміз паркте серуендеп, ойнап, күліп, қызықты әңгімелер айтып, бір-бірімізді жақсы тани бастадық. Солай біздің әр күніміз өткен. Солай біздің достығымыз махаббатқа айналған. Бірақ та Аннаның ата-аналары маған қарсы болған. Оған қарамастан бір-бірімізді жақсы көрдік. Солай күндер өтті, айлар өтті. Бірақ та бір күні Аннаның ата-аналары қонаққа кеткен еді. Сол үшін Анна мені үйге шақырған. Мен киініп үйіне жөнелген едім. Анна, мен келдім. Анна, қайдасың? Анна. Анна. Атым, көмектес. Жап аузыңды. Жайлап, қолыңдағы қаруыңды тұста. Тұстамайым, сен мына жақтан кетіп қалсаң, қыз аман қалуы мүмкін. Жоқ, мен кетпеймін. Жарайды, кетпесең. Содан бастап осы үйге кірген адамдардың бәрін өлтіретін болдым. Екінші анимацияны жасаған Нуранет. Тамашалайық. Бастық, уайымдамаңыз. Сіздің азғыңызды алып келдім. Босқа айқайламай қой, сұлу қыз. Бұл жерден сені бізден басқа ешкім естімейді. Не, қайдамын мен? Лейла,
Лейланы міндетті түрде табуым қажет. Бұл кімнің үйі? Дәуірді болдың ба? Сіз кімсіз? Кім болсаңыз да, сізге үлкен алғыс. Ал менің кетуім керек. Лейланы құтқаруым керек. Тоқта, Лейланы құтқаруға өзім көмектесемін. Жоқ, Лейла менің қызым. Сондықтан оны мен құтқаруым тиіс. Қорықпа, қызыңды тартып алмаймын. Егер оған шын жаның ашыса, үйде қалғаның дұрыс болады. Сенің жағдайың ауыр. Көп тынығу қажет. Жоқ, мен келіспеймін. Кешір, бірақ жалғыздамал осы. Қазір мен сендердің тәбеттеріңді қашырайын. Мен келдім. Сен келдің бе? Кел, шашып кетсеңші. Міне бауырсақтан жеп отырсаңшы. Менің әйелім өз қолын істеген. Бәсе күс-күс болып отыр ғой. Оны қоя берші. Не жаңалық? Негізі мен Лейланы құтқару үшін келген едім. Мынадайда түстер болады екен ғой. Түнге таман ештеңе қарамауға қажет екен. Үшінші анимацияны жасаған қағаз арнасы. Көрейік. Ема келе жатқанымызға қанша күн болды өзі. Мына өзі қандай көше? Адам жүретін көше ме, жүрмейтін көше ме? Бір үй табылмады ғой. Қайда тап болды? Что-то ана жерде бір зат тұр ғой. Не анау? Көлік па, қазір жанына барып көрейік. Опа, мына жерге не болған? Дым жақсы машинаны құрсыпты ғой. Не де болса, обал болыпты мына машинаға. Ана тұрған жерде үй тұр ма? Үй табылды ау өйтір. Бұл жерде де адам тұрды. Game over дейді. Не мейрамханама өлдік, не бар өзінің ішінде? Чо там кім бар мына жерде? Мына жерде адам өліп жатыр. Ё-майо. Не болған мына адамға? Братан, тұрсай, бұрда. Маған жаралы оқыған ба? Басым, мен қай жердемін? Ол Лейла, сен қалай келдің бұл жерге? Чо там, брат, тұрсайшы. Не дейсің? Чо там, брат, тұрсай. Не алып жатыр бұл жерде? Біреу алып кеткен ба не? Мен тұрғыш жер. Давай, қалды көтерем. Аяғым ауырып. Лейланы құтқару керек. Кім ол Лейла деген? Қызым десем де болады. Оны бір бұзақылар құбыжыққа апарып бермекші. Ана жараны не істейсің енді? Бұның тігу керек немесе ішіндегі оқты алып тастау керек. Тез арада құтқармасақ Лейланы өлтіреді. Сен маған көмегің керек. Маған көмектес. Төртінші анимацияны жасаған Хан Animation арнасы. Қалай Әлшер, Нұрланды таптың ба? Іздемеген жерім жоқ, таба алмадым. Қайтсек те оларды табуымыз керек. Нұрланды қарыздарым бар еді. Не? Ештеңе, жай, түн болды. Ертең іздейік. Қазірше түн болды. Үйге қайтайық. Әлшер! Тоқта, мына жерде жалғыз үй бар екен. Мүмкін Нұрлан мен Лейла осы үйде болар. Кеттік барып тексеріп келейік. Хан, сәл шыдасаң кетті. Басқа жерге осырмайсың ба? Мен емес осырған. Егерде мен осырған болсам, исіне шыдамай өліп кетер едің. Жүр қане, сөзді көбейтпей. Қалай, бұл үйде адам бар деп ойлайсың ба? Білмеймін. Кімсіңдер?
Біз достарымызды іздеп жүр едік. Сіз оларды көрмедіңіз бе? Көрдім. Ішке кіріңдер. Жақсы. Сонымен олар қайда? Олар таңертең келеді. Бүгін осында ұйықтайтын боласыңдар. Таңертең достарыңмен кезігесіңдер. Жақсы. Хан, қалай ойлайсың? Жаңағы адам рас айтып тұр ма? Ол маған бірдеңені жасырып тұрғандай болып көрінді. Уайымдама. Не болса да таңға дейін күтерміз. Ал әзірше ұйықтайық. Егер де таңертең Нұрлан мен Лейла келмесе, полицияға хабар береміз. Ал болды, ұйықтайық. Қайырлы түн. Хан, не болды? Сіз кімсіз? Не істейміз? Не істеуші едік? Тұмсығын бұзамыз. Мынаған күшіміз жетеді деп ойлайсың ба? Саспа. Мен кезінде жекпе-жек кинолардан біраз әдіс тәсіл үйренгем. Қазір мынаны жер жастандыратын боламын. Бұл нағыз позор әдіс екен. Не істейміз? Не істеуші едік, қашамыз? Run. Енді кәрі бұл үйге аттап баспаспын. Енді Нұрланды қайдан іздеп табамыз? Кеттік. Бұл істі полицияға тапсырайық. Лейла? Бұл сен бісің? Хан? Лейла, саған не болған? Кім бұлай істеді саған? Сенің көздерің? Қалайша бұның бәрі? Лейла! Не болды саған? Нұрлан қайда? Лейла жоқ. Лейла! Бесінші анимация Рикен деген аниматордан. Не? Енді әрі қарай қалай өтсем болады? Сөйлей бермеші, балақай. Бастық, біз оны не үшін талдырдық? Шахмат ойнауға адам керек. Не? Сол үшін талдырдық па? Көп сөйлемей, оны алып кетейік. Жарайды, босс. О, мен жеңдім. Немене? Сен мені жыныма тидің, балақай. Жанағына не болды? Ол мені өлтіргісі келді ма? Онда маған тезірек қашу керек. Мә саған. Әрі қарай өте алмаймын. Осы бағанадан бері қырғызбай шашлыкты пісіре салу керек еді. Мә, жейсің ба? 6-шы анимацияны жасаған Рейн арнасы. Келіңіз, мен сізге көмектесіп жіберейін. Белгісіз 3. Пародия. Сіздің жағдайыңыз өте нашар, тез арада емдеп тастау қажет. Мен сені емдей алатын бір амал бар. Мынаны былай қой жібер. Бинтті ұмытпа. Рахмет, Альфред. Енді тез арада Лайланы қайтару қажет. Сен ояққа кіріп шығып кете алмайсың. Саған міндетті түрде қару-жарақ керек, уақыты өте қауіпті. Бар негізі.
Иә, жағдай өте қиын болды. Саған міндетті түрде жақсы қару-жарақ керек. Мен саған берейін. Міне саған двустволка. Және де мына жолыңа мотоциклді сыйға ала сал. Рахмет саған, Альфред, мен кеттім. Сау бол. Басқы неғып ұзап жатыр. Мен қайдан білейін? Сен қайдан білесің? Бәлкім ол ойланып та жатқан шығар. Мен не қызық өткізіп болдым. Лейланы жіберіңдер. жаныма келші мені қиналдың екісізбен. Және соңғы 7-ші анимацияны жасаған Маркус арнасы. Тамашалайық. Шапалақта ұрып қаспенін, ұрғандай болдың мені баспенін. Чо там, братишка, ояндың ба? Чо там, әу? Чо там, ең басым ауырып тұрған сияқты. Давай, брашка, бір тарт жорик, давай. Басқа істейтін түгіңіз жоқ па, жұмысыңызбен айналсыңыз. Зато срок өтіп кеткеннен айырыламыз. Мен Лейланы құтқару керекпін. Братан, мен сізге қызақ келген болатынмын. Түрі бұлай нормальный ма, брашка? Мейкап ақпаса нормальный. Күшімді үйретем деп айтып едіңіз ғо. Ачо, аңмен көп тұрма не? Енді сол сәт кеп тұрған сияқты үйретіңіз. Сен маған тағы 30 адам ақ бөл. Тоқта, келісім олай болған жоқ еді. Ал келісімді мен бұзамын. Мен Лейланы құтқару қажетпін. Братишка, мен саған көмектесем. Вообще мен қызықтырмайды, мен келісімді бұзамын. Чоттың яқта бір тұрып жатыр. Брашка, мен саған бар көмегім осы. Енді жалғыз өзім әрекет ететін болдым. Тезірек Лейланы алып қашуым керекпін. Мен келдім, Лейла. Нұрлан, мені құтқар. Тез құтылайық та қашайық. Ойбайш. Жедел реанимацияға жеткіземіз. Жедел болынды. Міне достар, осындай керемет анимациялар жасады біздің кескін тобы. Маған барлығының да жұмысы ұнады. Шыны керек, мен осындай топта болғаныма өте қуаныштымын. Өйткені көріп тұрғаныңыздай біздің топта шынымен де өте талантты, өте керемет аниматорлар бар. Достар, аямай давайте осы аниматорларға тіркеліп кетейік. Болашақта олардан өте керемет контент, анимациялар шығады. Давайте достар, қазақ етуында осындай керемет контентті қолдап кетейік. Барлығы сіздердің қолдарында. Кескін тобына сіздердің қолдауларыңыз жетіспей жатыр. Сол себепті арналарға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және қолданыңыздар. Ал біз есесіне сіздерді керемет контентпен қуантамыз. Және достар, ертең белгісіздің 3-ші бөлімі менен шығатынын ұмытпаңыздар. 8 қыркүйек сағат таңертеңгі 11-де Алматы уақытымен. Ал күтеміз белгісіз 3-ші бөлімін.